Сәлем достар, Мирток арнасына қош келдіңіздер. Бүгін менде сіздермен сұрақ жауап деген видео болады. Бұл видеоны бәрі күтті және де бәрі мен туралы білгісі келеді. Сондықтан да бүгін сіздер мен туралы білетін боласыздар. Бастамай жатып маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз, кеттік. Бірінші сұрақтан бастасақ, бізде Айдос тоқа жазды. Так, көрейік. Атың кім дейді. Достар, көбісі менің атымды білмейді. Қазір мен сіздерге өзімнің атымды айтамын. Менің атым Ахмер, кейбіреу Ақпейіл, басқа да аттар айтады, бірақ менің атым Ақмер. Жасым 11-де менің. Көбісі білмейді, менің жасым 11-де. Жақында 12-ге толамын. Үшінші сұрақ, сүйікті тока түберлерің. Мен өте көп, бірақ оны айтпай қояйын. Айтудың қажеті жоқ. Төртінші сұрақ, хоббиің. Мен кейде сурет салам, тока бока түсірем, ойнайым, үй салам. Потом тағы да басқа заттармен айналысам. Осы 4 сұрақты қойыпты. Рахмет. Келесі сұрақ, ол Арай деген бір қыздан келіпті. Арай тока деген. Жасың қаншада? Менің жасым 11-де, жақында неге толам 12-ге. Қай жерде тұрасың? Бұл жерді көбісі білмейді. Достық ауылында тұрамын. Атың кім? Атым Ахмер. Қазір үстіге жазып кетем. Сосын біліп аласыздар. Келесі Нази Тока деген қыз жазыпты, бірақ бұл басқа аккаунттан екен. Нази Тока 150 деген. Номеріңді бере аласың ба? Жоқ достар, мен номерімді бере алмаймын, болмайды. Если хаусқа кірем десеңіздер, жазып кетіңіздер. Сіздер 200-300 подписчиктен ашса кіруге болады. Келесі Тока Буканы неше жасына бастап ойнап келе жатсың? Мен по-моему, кішкентай жасымнан ойнаймын, көп ойнаймын, бірақ көбісі білмейді. Мен кішкентай кезімнен ойнаймын, қатты жақсы көремін. Неше жыл болды дейді. Мен, по-моему, білмеймін, әлі есептеген жоқпын, көремін. Телефоның қандай? Samsung A13, оны білетін шығарсыздар. Вот. iPhone алу ойда бар ма дейді. Мен жақында алам iPhone. Жазда ма iPhone 15 алам. Ойда бар әрине. Қандай программамен видео монтаждайсың дейді, оны көбісі білетін шығар. InShotпен монтаждаймын, ал обложканы PixArtпен, тағы да басқа приложениялармен, Canva, сондайлармен жасаймын мен. Так, аты белгісіз бір қыздан келген. Бізде бары лайк деп тұр. Так, бірінші сұраға, атың кім? Ахмер. Жасың нешеде? Жасым 11-де. Қай қалада тұрасың? Достық ауылында тұрам. Адресің қандай? Айтуға болмайды, достар, менің не үшін адресімді сұрайсыздар. Сосын сүйікті түберлер қыз, оны көп көремін. Сабағыңды 5-ке оқисың ба? Норм тырысып жүрміз. Келесі жақсы көретін киноң. Мен үй алам, потом дәстүрді, потом тағы да басқа кинолар бар, көп. Сосын Тока Бока қызық па? 8-ші сұрақ. Өте қызық, қатты ұнайды маған. Үйіңде неше адам? 6 адаммын. Вот. Сосын 10-ші сұрақ. Сіңілің, інің бар ма дейді. Әрине менің сіңілім бар. 2 бауырым, 1 сіңілім, өзім. Келесі адам, ол тоже атын жазбаған, қазір көрейіндіздер. Мен біреудің соткасынан етіп отырмын. Love me деген бір аккаунт жазыпты. Атың кім? Атым Ахмер. Жасың қаншада? Жасым менің 11-де. Хоббиің қандай? Хоббиім өте көп. Сурет салам, тока бока түсірем, тағы да басқа. Пож, менің сұрақтарыма жауап берші. Әрине жауап беремін. Жауап беріп отырмын. Келесі сосын так. Қазір достар. Арлан деген бір оғмаған жазды. Сұрақ ендеше оқиық. Так, атың кім? Атым Ахмер. Жасың қаншадасың? 11-демін. Хоббиің қандай? Хоббиім өте көп. Жаңа кеткенде сүйікті түсің қандай? Ақ, қара және розовый. Рая Тока деген қыздан келіпті. Атың кім? Атым Ахмер. Жасың нешеде? 11-демін.
сабағыңды нешеге оқисың? Ну, төрт мен, ну, нормально. Қай қаладан боласың? Мен Достық ауылында, Достық деген ауыл, сол жақта тұрамын. Тока бока түсіретінді ата анаң біле ма дейді. Әрине біледі, ата-анам күнде маған поддержка беріп жүреді, сұрайды, видео монтаждадың ба, ананы істедің ба деп. Ну, иә, біледі. Жақсы көретін түсің ақ, қара және розовый. Жақсы көретін қалан қандай? Қалан дегенде. Менің Турция, Дубай, тағы да көп, Астана, Алматы деген сияқты. Келесі, балым Токадан келіпті. Біздің хаустағы не? Қыз. Есімің кім? Есімім Ахмер. Сүйікті түсің? Мен сүйікті түсім ақ, қара және розовый. Жақсы көретін туберлері өте көп. Оны айтып жеткізу өте орыстардың да көрем. Жақсы көретін, қандай фильм жақсы көресің? Тоже өте көп. Сүйікті сабағың математика және қазақ тілі және көркемдік. Қандай торт жақсы көресің? Молочный девочка және шоколадный торт өте қатты ұнайды. Қандай музыка жақсы көресің? Мен музыкалардан қандай еді ұмытып қалдым, аттарын ұмытып қалдым, бірақ көп музыка тыңдаймын. Қандай жеміс ұнатасың? Алма. Қандай тағам ұнатасың? Лағман, пицца, тағы да басқа. Қандай шаш үлгісін ұнатасың? Мен өзім шашым ұзын болғандықтан, мен Тока Бокадан өзім скинімді жасап тұрмын артында. Осылай жасадым. Мен шашы қысқа қыздардың шаштарын қатты жақсы көрем. Өйткені маған ұзын шаш ұнамайды, өзімнің шашым ұзын ұнамайды. Кесем деген ойда бар, бірақ мама рұқсат етпейді. Жасым нешеде? Жасым 11-де. Бұл сұрақ уже көп қойып кетті, достар. Үйдің қаншасың? Біріншімін, үлкенімін. Мені жақсы көресің бе? Әрине, достар, сіздердің барлықтарыңызды мен жақсы көремін. Қайда тұрасың? Достық ауылында тұрамын. Келесі, қазір достар, Жансая деген қыздан келіпті. Так, оқиық сұрағын. Атың кім? Жасың нешеде? Менің атым Ахмер, жасым 11-де. Қай жақта тұрасың? Достық ауылында. Сенің ұнататын тока туберлерің кім? Ол қыз ол дейді. Маған бәрі ұнайды. Кейбіреуін орысшасында көрем. Нешінші сынып оқисың? Достар, бұл сұрақ енді маған қойылыптыр. 6 сынып оқимын, әрине. Жігітің бар ма? Жоқ, әрине, достар. Мен жоқ. Вот. Сен мені жақсы көресің ба? Я, әрине, бәріңіз жақсы көрем. Маған сәлем жолдасы. Жансая, сәлем. Достар, көргендеріңізге көп рахмет. Осымен біздің сұрақ-жауап деген видеомыз аяқталды. Енді тағы алда сериалдар шығады. Қандай сериал түсірейін, соны жазып кеттіңіздер. Сообществоға жазам. Достар, әрине, бізде уже хауста сериал шығып жатыр. Қазір мен сіздерге ссылкасын қалдырып кетем астыда, және де үстіде жазып кетем. Соған кіріп, біздің сериалдарды көріп, қолдап кетіңіздер, және подписка жасаңыздар. Вот, достар, көргеніңізге көп рахмет. Осымен біздің сұрақ-жауап видеомыз аяқталды. Келесі қандай серия, либо видео, либо челлендж түсірейін, соны жазып кетіңіздер. Всем пока!